Есірткі өмірді бұзады. Ол адамзаттың қашығы. Есірткі еліміздің дамуына орасан зор кедергі келтіретін індет. Сондықтан біз осы індетпен табанды түрде Қазақстанның болашағы үшін аянбай күресуіміз керек. Нашақорлық, есірткіге әуестену әлемді алаңдатып отырған күрделі мәселе. Сондықтан қоғамда белең алған бұл індеттің алдын алу барша азаматтардың міндеті. Зерттеулерге жүгінсек, кейінгі 15 жылда елімізде ғасыр дертіне шалдыққандардың саны 20 есеге көбейген. 20 ғасырдың басты індетіне айналған өзекті мәселенің өршіп кетпеуі әуелі жастардың өзіне байланысты. Олардың тәлімі мен өскен ортасы қоғам дертін ауыздықтауға барынша сеп болмақ. Ол үшін жас өскіндер бос уақытын тиімді пайдаланып, бұқаралық спортпен шұғылдануы, түрлі өнерге өздерін бейімдей білулері шарт. Есірткіге қарсы күрес жүргізу біздің қолымызда. Есірткіге берілме. Біз өзіміздің құрдастарымызды есірткінің қолдануы зиян екенін түсіндіруіміз қажет. Біз сауатты өмірді қолдаймыз.